Махаббат деген 3-4 бөлім. Іштей таңғалып жаюлы тұрған көрпеге отыра бергенім сол еді. Айтжан, нағашы атамның маған ұйқастырып есімін қойған нағашым Айжан сен екенсің ғой, деп күлімдеп қарады. Ол жылдары атам мен әжелеріміз әлде қашан бақилық болған. Әкемнің қаталдығынан көшеге шыға бермейтінмін. Көп аса сыныптастарыммен де араласпайтын болғандықтан, өз туыстарым болса да ұялып, қысылып, әңгімеге араласа алмай үнсіз отырдым. Кешке Жамалдың сыныптастары келіп, көңілді туған күн басталды. Мені нағашы деп төрге, қаладан келген екі сымбатты жігіттің ортасына отырғызды. Туған күн кеші өте қызықты болып өтіп жатты. Көптеген қыз жігіттермен танысып, әдемі тілектер айтылып би басталды. Біраз жігіттер биге тартып жатыр. Кішкене үйреніскен соң қыздармен араласып билеп жүрміз. Көңілді әннен шаршаған жастар вальс биін қойды. Көздері жәудіреген қыздар іштей ұнатқан жігіт өзін биге шақырса екен деп тілеп тұр. Ал жігіттер қалаған қыздарын биге шақырады. Ойламаған жерден мені Айтжан биге тартты. Әдемі әуенге билеп жүрміз. Құлағыма жақындай түскен Айтжанның ыстық лебі қытықтағандай өзімді біртүрлі сезіне бастадым. Бір кезде сыбырлаған үнімен: «Өмір деген қызық, я? Нағашыммен осынша жылдан бері енді танысып отырмын», деді. Мен де өзімді қолға алып, сен туралы жиі естуші едім. Есімдеріміз ұқсас қойылғандықтан сені қандай екен деуші едім, деп жауап қайырдым. Тағы да құлағыма жақындаған Айтжан: «Мен де солай ойлайтынмын. Айжан деген қыз қандай деп көруге қызығатын едім». Бұл сөздеріне ұялып жауап қайтармай тұрғанда біреу жарықты өшірді. Ауылдың отырыстарында бұлай жарықты өшіріп вальс билеу әдет еді. Үнсіз вальс биін билеп жүрміз. Айтжан жайымен қолдарымды көтеріп мойнына апарды да, ақырын өзіне жақындатып бетіме бетін тигізіп құшақтады. Мен оның бұл қылығын түсінбей таң қалып, қолымды төмен түсіріп көкірегінен итердім. Айтжан ыңғайсызданып қалды ма, тез босатты. Би біткен соң ол бөлмеден дереу шығып кеттім. Жамалдың аға жеңгелері, басқа да туыстары басқа бөлмеде тойлап отқан әке-шешесі де бар. Сол жаққа барып отырдым. Көп өтпей туған күн бітіп, дастархан жинап, ыдыстарды жуысып жүрміз. Айтжан болса мен жаққа ұрланып қарап жүр. Өзі де қылығына ұялып жүрген тәрізді. Бірақ сол түні Айтжанның қылығы есіме түскен сайын бойымды тоқ ұрғандай біртүрлі сезім болды. Осылайша ертеңіне барлығымен қоштасып ауылға қайттым. Мен мектеп бітіретін жылы үлкен әпкем тұрмыста болатын. Сол әпкеме еншісін берген қайын жұрты Айтжандар тұратын қалаға 3 бөлмелі квартираға қонысын аударды. 2 айдан соң мен де мектепті бітіріп оқуға түстім. Менің емес әке-шешемнің қалауларымен әрі үлкен әпкем де балаларына қарасады деп, сол қалаға оқуға түсірді. Бір қызығы, жақын араласатын құрбым, әрі туысым Жамал да сол қалаға оқуға түсті. Бір ағасы сонда тұратын, соның үйіне орналасқанын айтқан. Ол кезде сондай заман еді. Қандай туысы тұрады, сол қаладан оқу оқисың. Қазір олай емес сияқты. Туысының үйінде жатып оқиды дегенді сирек естиміз. Жалғасы бар.